Сіздер мынаяқтасыздар ма? Сәлем достар, сіздер бүгін мен Bugs Bunny, бүгін біз деген Майнкрафт ойнайтын боламыз. Мен деген қалаға келгем. Сөйтіп деген білмеймін, бұл қалада деген какой-то бір странный қала деген. Мынаяқта деген какой-то бір үй деген прям дорогада жасап тастаған ба? Өзі? Соған. Вот это прикол. Үйлерді деген прям дорогада жасап отыр ғой. Ойлаңыздаршы, үйлерді дорогада жасау дегенді. Мынау не ағаштардан қалған зат. Короче деген мынау қалада деген бір нәрсе қылып жүрмін мен. Сөйтіп мен деген какой-то бір странный екен бәрі. Бәрі странно ма сондай? Бәрі странно болып кеткенше, почему-то үйлер деген прям дорогада. Наверное, қалада деген адамдарға деген бәрібір болып, оларды үйлер жасады ғой деймін. Прям дорогада. Хотя бұл мынаяқта деген кішкене жүрсе болады негізі. Хопа. Мынаяқта деген уже ары қарай бара алмайсыңдаршы. Дорога деген обрываться делінеді. Білмеймін, короче. Қала деген өзі. Қаламен деген странностьтер болған. Анау жақта не болып жатыр өзі? Деген, короче, түсе алмаймын мен мынаяқта деген маған деген түсу керек екен. Ой, ақырын. Ақырын. Стекломен шайын. Қарсылмайтын шығар. Мынаяқтағылар. Какой-то бір зданияда жүрмін. Какой-то бір странный қала екен. Бір түрлі екен. Бүгін деген айтпақшы көп жительдер, көп игроктар демалыста ғой, сол үшін деген олар деген осындай рабочий жерде жүр. Вау, қала. Монстр. Короче, солай. Мынау не өзі? Прям зданиямен не болып жатыр өзі? Короче, достар, мына қаламен деген что-то бір түрлі заттар екен. Бермей-ақ қояйық. Ато деген бір зданияда басқа заттар жасап тастау. Зданиямен деген, конечно, қаламен деген проблемалар көп екен. Но мен қалай өтемін? Күшті екен, короче, қала. Бірақ та деген что-то бір түрлі генерациялар бір түрлі екен. Мысалы, прям зданияда дорога жасап тастау. Жителер қандай болу керек ол осы жерде? Короче, деген көп жителер деген жоқ мынаяқта. Давайте, О, мен деген біраз дауыстар естідім. Жителер деген веселятся етіп жүрген шығар. Хопа. Мен қалай өтемін? Мен шомылуға болмайды. Хопа. Если көрейікші. Ой. Мынаяқтан бүгін шығамыз. Фух, нормально. Осы қаладан деген осылай шығып кету керек еді ме? Бірақ та деген мен деген машина көрмей отырып
бүгінде өйткенде демалысқа көп жительдер, игроктар, адамдардың бәрі үйлерінде отыр. Ну, мына жерде енді хотя бы генерациясы нормально екен. То аяқта деген. То үйде ойлаңыздаршы. Үйдің өзінде сондай қойып қою деген. Үйлер тұр просто. Сөйтіп деген просто дорога жасап тастау. Еще какой-то бір парк ғимаратты. Ол мына жақта хотя бы жүрсе болады. Машиналарды көрмей отырмын мен. Мына жақта жүрейік енді. Хопа. Нормально. Мына қалада деген машина жоқ ше. Сол үшін деген мен деген ауылыма бара алмаймын да даже. Маған не пешком бару керек па ауылыма? Маған не машина сатып алсам арендаға алсам. Бірақ та деген көбісі деген бүгінде жұмыста емес. Мен деген магазинға кіріп едім, ол жақта деген продавец жоқ. Жительдердің бәрі деген үйлерінде жатыр. Біраз житель көрдім. Айтпақшы достар, мен ақшаларым пайда кетіп қалды деп ойлайтын шығарсыздар. Өйткенде мен көбісін таксиға құрттым. Такси де шынымен де қымбат екен. Мына қалада деген. Магазинға кірсем деген кассирдің өзі жоқ. Кассирді деген күту керек болды да, күтпедім де. Күте алмайдым да, сөйтіп кетіп қалдым магазин. Какой-то бір магазин тоже. Көрейінші мына магазин. Мен деген мына жақта деген такси көріп тұрған да жоқпын ешқандай. Мүмкін маған деген осы қаладан деген жаяу шығу керек пе екен маған? Өзім прикольно. Маған сондай деген жаяу шығу керек па осы қаладан? Осылай сияқты жаяу шықпасам болмайды. Сондай сияқты ойдым. Уже қараңғы болып жатыр. Анау не? Самолет жүр болды. Ешкім деген ашуланбайтын шығар. Маған деген қалада деген ұйықтап алу керек еді бір. Деген какой-нибудь бір отельға барсам екен. Мене вроде бы бағана ғана деген бір какой-то бір ілініп тұрғандай бір плакат көрдім, достар. Сөйтіп те сол жақта деген сдам квартиру на аренду деп жазылып тұрды. Сол жер деген сол квартира сатып алсам бекен деп ойлап отыр. Соны деген квартира, сол адрес есімде әлі. Барайық сол адрес. Деген қап-қараңғы қалада жүрмейтін шығармын. Вообще какой-то бір кафе ме не білемін. Мынау жүрмеді вроде. О, бұл. Осы жақта болатын сияқты ма ғой? Білмеймін, короче, енші осындай бір стулдарын, осындай жерлердің біреуіне, осындай бір стулға дейін жаттайын да ұйықтайын. Достар, қарлы түн ұйықтайын. Жақсы ұйықтап алдым. Әлі работниктар деген вроде келмеді.
Мәссаған, таңертең. Маған деген әлі таксилар жоқ. Мен деген жүре алам қалады. Маған деген. Короче, достар, мен деген ауылымды тауып алуым керекпін. Енші мен деген какой-нибудь бір жерде болғанды видеоны қосам. Записті қосам. Достар, мен деген қанша уақыт жүру керек екенімді білмейсіздер ғой. Мен білмеймін қанша уақыт жүру керек екенін. Мен деген білесіздер ме мен қалай барғанымды? Мен деген корочеден қаладан шықтым. Қаланың қасында деген какой-то бір лес болды. Сол леспен бардым. Потом деген какой-то бір лодканы көрдім 1 сағат, 2 сағаттан кейін. Сағат вроде есімде жоқ. Ол кезде менде де сағат болмады. Сөйтіп деген мен деген сағатымды алдым да. Сағатым болмады. Сол жақтағы бір лодкаға отырдым да, сөйтіп деген какой-то бір озеромен жүрдім. Аяқта деген бір озеро болған шығар, көрген шығарсыздар. Озеро ма, бір бәле. Әне. Сол жақпен жүрдім 5 сағат бойы. Сөйтіп деген осы міне күндізгі уақытта деген осы жаққа келдім. Енді мен деген білмеймін ауылым қайда екен. Мен деген ауылымды жоғалтып алмаған шығар. Құлап түспеймін. Яқта деген. Ой. Хопа, земля аламыз. Жақта не смыслы жоқ қой. Мен деген ауылымды жоғалтып алмаған шығар, надеюсь. Тут шаршап жатырмын. Мен деген таба алмай жатырмын. Тамақ жоқ, ештеңе жоқ. Сол, короче, енді маған деген просто мен білмеймін енді. Тамақ жоқ. Энергиям жоқ. Үрен. Энергиям жоқ. Сол ауылымды бірақта деген мен табам. Мен деген мені мәңгіге қалмайтын шығармын. Бір автобус, бір бәлен дауысын естідім мен. Автобустың дауысы ма? Дауысына дауысы сияқты естейік. Жақсы балалар, біз деген міне экскурсияға келдік. Міне осындай орманға келдік. Бүгін біз экскурсия осы орманда деген жүреміз. Анақта деген какой-то бір балалар деген балалар деген экскурсияға келді ғой деймін, мұғалімдармен бірге. Жақсы балалар. Енді шеттік. Міне мынақта озеро. Слышпеңдер. Мәссаған. Жақсы достар, мен деген қазірге автобусқа барам. Менде ақша бар. Мұғаліммен сөйлесіп алам, мынандай, короче. Сол үшін сол. Жақсы. Келдім. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Достар, автобуспен келдім. Ол деген анау жақтар. Мен парковка жасау керек болды. Өйткені осы жермен деген ары қарай өткісі келмеді.
өте алмады. Өйткені деген ағаштар деген кедергі жасап. Сөйтіп мен әрең десем келдім осы ауылға. Менің изумрудтарым да қалмады. Опа, солай, короче. Фух, мен ойладым болды. Мен деген қаладан шыға алмаймын. Енді деген мен деген орманда көп уақыт қаламын деп. Өйткені мен деген қаладан ауылға дейін баруға деген ақшам жетпеді. Өйткені оған деген 16 изумруд керек. Ал бірақ та деген ол таксиға деген ауылға деген баратын такси деген целый 16 изумруд тұрды. Менде 15-ақ қана изумруд болды. Солай, короче. Сөйтіп деген мен деген 8-ақ қана изумруд қалды. Мэр, қалайсың? Жақсымын. Сол, короче. Жақсы болыңыздар достар. Сіздердің бүгін мен болған Баксмайн. Подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар. Енді сау болыңыздар.